Қазақ шығармашылығындағы ең үздік коллаб. Бәрін айтпай-ақ, қазақтың бейресми әнұранына айналған Атамекен әні Қадыр Мырзалы мен Ескендір Хасанғалиевтің туындысы әр қазақтың жүрегінде. Ал биыл Қадыр ақынның туғанына 90 жыл. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Тіл қадірін, дін қасиетін, жылататын да, жұбататын да тіл. Бұл Қадыр ақынның сөздері. Біз дәл қазір Оралдағы Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығындамыз. Қадыр ақынға арналған мемориалдық бөлме. Оның жеке кітапханасындағы 7000-нан аса кітаптың ішінде 6767-сі осы орталықта сақталған. Оның үстелі, сөрелері Қадыр ақынның жеке кабинеті дейді. Төрде мұхит немересінің салған суреті, ұлт рухын ұлықтаған ұрпақтың ізі. Уақыт өтсе де рухани байланыстың үзілмейтінін еске салып тұратындай. Өйткені ол тұлға, ол тағдыр,